Жиі күнә істеп қойып жүрсеңіз, шайтан келіп сізге: "Досым, 200-десің. Кеше түнде қыздармен жүрдің, бүгін болса Алла, саған не болған дос? Саған не болған? 200-ді, мұнафық." Осыны сізге айтады. Сен Алланы қалайша зікір етесің? Қалай? Олай болмайды. Алланың алдында не істегеніңді ұмытып қалдың ба? Енді Алла дейсің бе? Алла сенің қыздармен ұрбандап жүргеніңді көріп тұрды емес пе? Алла сені көріп тұрды. Ол адамның басына осындай ойлар салып түнілдіреді. Оны тыңдамаңыз, шайтанды мүлдем тыңдамаңыз. Алланы зікір етіңіз. Мысал келтірейін сіздерге, бауырлар. Егер бір адам науқас болса, оған дәрігері қабылдайтын дәрі, антибиотиктарды тағайындайды. Науқас болсаңыз, дәрігеріңіз сізге толық емделу курсын аяқтаңыз дейді. Солай емес пе? Иә. Егер дәріні 3 күн қабылдағаннан кейін халіңіз жақсарса, сізге сонда да 14 күндік емделу курсын аяқтау керек. 3 күнмен шектелмеу керек. Егер 3 күннен кейін мен емделдім, өзімді жақсы сезінемін деп емделуді тоқтатсаңыз, бұл уақытша жақсы сезіну болуы мүмкін. Себебі дәрі-дәрмек дертті толық жеңбеді. Егер қайтадан ауырсаңыз, онда дертіңіз күшейіп, дәріні одан да көп күн ішу керек болады. Сондықтан асықпай 14 күн толық емделуіңіз керек. Сіздерге айтқым келіп отырғаны, бауырларым, қарындастарым, егер күнәға әдеттенсеңіз, мен сіздерді Алланы зікір етуге шақырамын. Күн сайын орындап жүріңіздер. Ең алдымен 10 минут, 20 минут, жарты сағат, 40 минут, 45 минут, 1 сағатқа дейін жеткізіңіз. Өзіңізді жақсылап қорғағыңыз келсе, дәрі қолданғандай. Бұл зікірлерді тұрақты түрде айтуыңыз керек. Шейх, зікір антибиотиктарды беріп жатыр ма деп отырған шығарсыз. Иә, бұл зікірлер өзіңізді қайтадан жақсы сезіндіреді, тынысыңызды ашады. Сезіну керек нәрсені сезінуге, түсіну керек болған нәрсені түсінуге көмектеседі. Кішкене уақыттан кейін тастап қоймаңыз, уәсуәсаны тыңдамаңыз. Шайтан сізді тоқтатып тастамасын. Түнде қайтадан күнә істеп қоямын деп ойламаңыз. Мен қалайша зікір жасаймын деп ойламаңыз. Зікір жасаңыз. Егер қайтадан күнә істеп қойсаңыз да, берілмеңіз. Раббым, әдеттенген күнәні жасап қоймас үшін мен күш-жігерімді саламын деп айтыңыз. Осылай айтқаннан кейін қайтадан күнә істеп қойсаңыз, зікірге қайтадан оралыңыз. Бауырым, Алланы зікір ет, зікірге орал. Жақсылап тыңдаңыз. Бауырым, қарындасым, бұл сіздің бұдан құтылатын жалғыз жолыңыз. Себебі антибиотиктің өзі толық емделу үшін 14 күнді қажет етсе, кей дәрі-дәрмек 1 жыл қабылдауға тағайындалып жатады. 1 жыл десе 1 жыл. Емделгеніңіз дұрыс. Бауырым, қарындасым, сіздің жүрегіңіздің ахуалын білмеймін. Жүрегіңіздің халіне байланысты. 1 жыл бойы қаншалықты зақым келтірілгеніне байланысты зікірді үздіксіз біршама уақыт жасауыңыз керек. Шайтанның түрмесінен, шырмауынан толықтай босап шыққанға дейін жақсылап зікір жасап жүру керек. Өзіңізді азат етіңіз.